Әрбір автокөлік иесінің жүк салғышында болуы керек заттар. Бірінші, құрал-саймандар жинағы. Ол не үшін қажет? Егер көлік аяқ астынан күтпеген жерден бұзылып қалса, оны аздап, бұрап, түзеп, техникалық қызмет көрсету станциясына жетуге мүмкіндік береді. Екінші, өрт сөндіргіш. Өткен видеоларымыздың бірінде айтқандай, көлік ішіндегі тұтатқыштар, көзілдіріктер немесе аккумулятор бар кез келген гаджеттер көлік ішіндегі өртке себеп болуы мүмкін. Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында әрбір жүргізушінің көлігінде өрт сөндіргіш болуы керек. Үшінші, жарық шағылыстыратын жилет. Ол егер жол жиегінде көлігіңіз бұзылып қалса, түнде басқа жүргізушілер сізді алыстан көре алу үшін қажет. Мұндай жилетсіз сізді ешкім байқамауы мүмкін, ал жилет болса, қауіпсіздік артады. Төртінші, дәрі қобдишасы. Алғашқы көмек көрсету үшін көлігіңізде үнемі болған абзал. Бесінші, насос жедел жағдайда дөңгелекті үрлеп алу үшін қажет болады. Алтыншы, май, антифриз және тежегіш сұйықтығы. Бұл сұйықтықтар әрдайым жүк салғышта болуы керек. Керек кезде толтырып алып, техникалық қызмет көрсету станциясына дейін жетуге мүмкіндік береді. Осындай пайдалы ақпараттан үнемі хабардар болу үшін әлеуметтік желілердегі Protachki.kz парақшасына жазылыңыздар.